Армысыздар, ардақты ағайын. Бұл өзін-өзі тану бағдарламасы. Ұлтқа тілден қымбат нәрсе болмақ емес. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тыныс тіршілігі, мінезі айқын көрінеді деген екен Мағжан Жұмабаев. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз бала тәрбиесіндегі ана тілі тақырыбына арналмақ. Сабағымызда әдеттегідей тыныштық сәтінен бастаймыз. Денемізді тік ұстаймыз, көзімізді жұмамыз, елестетуге тырысайық. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. О біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Ендеше қыздар, сабақтың тақырыбына назар аударайық. Ана тілі, жүрек үні. Бәрімізге белгілі, биыл ана тілімізге неше жыл болды? 24 жыл. Осыдан 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақ ССР-ның тілдер туралы заңына сәйкес қазақ тілі Қазақ ССР-ның мемлекеттік тілі болып қабылданды. Қане қыздар, назар аударайық, осы жайында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев не айтқан екен? Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тіл туралы былай деген болатын. Біздің бүкіл тарихымыздан мен екі олжамызды бөліп айтар алар едім дейді. Оның біріншісі әрине ата-бабамыздың өздерінің қанын төгіп, жанын беріп, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап қалған ол қазақтың қасиетті жері. Тағы бір олжамыз ол сол ата-бабамыздың өздерінің бар бояуымен, сырлы бояуымен осы күнге аман есен жеткен тұп-тұнық мөп-мөлдір біздің қазақ тіліміз деген болатын. Ендеше осы бабаларымыз, елбасымыз айтып өткен бабаларымыздың өрен еңбегін біз Қожаберген жыраудың келесідей өлең шумағынан көре аламыз. Асан қайғы жиренше сөйлеп өткен қазақ тіл, Жәнібек пен Қойлыбай сыйлап өткен ғажап тіл. Ата-анамыз әлдилеп уатқан бізді баба тіл. Осы тілді жек көрген дүниеде қалар құр. Бағаласаң шынымен баба тілі асыл дүр. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ретінде Шыңғыс Айтматовтың тіл жоқ жерде ұлт жоқ деген сөзін алып отырмыз. Яғни қыздар, осы тіл жоқ жерде ұлт жоқ деп неге айтылады екен? Қана айтып көрейік. Қандай да бір ұлт болсын, тайпа, ру болсын, оның өзіндік бір мемлекеттік тілі болу керек. Сол мемлекеттік тілінің арқасында ол көпке көріне алады, елге таныла алады. Осы жерде Шыңғыс Айтматов ағамыз айтқандай, тілі жоқ жердің ұлты да жоқ дейді. Сонда біздің біріккен ұлтымыз, барлығымыз тек қана тілге тіреліп келіп тұр. Біздің берікте, келешекке қадам жасай алатын мықты тіліміз болса, біз берікте, қайратты да ұлт бола аламыз дегенмен тең келеді. Қазақ халқы әр тілде сөйлейтін болсақ, біздің ұлтымыз қазақ ұлты қайдан пайда болады? Қазақта айтылған ғой, ел боламын десең, бесігіңді түзе деген. Сондықтан да біздің қазақтың әрбір жастары қазақ тілінде таза сөйлейтін болса, біздің қазақ ұлтының рухы әрқашан биік болар еді. Тамаша ой. Ендеше қыздар, назар аударсақ, жадыраның ойында қазақ тілі. Қазақ тілі біздің ана тіліміз, яғни Шыңғыс Айтматовтың айтпағы тіл дегенде жалпы айтқанмен не жайында айтып тұр? Нақты ана тіліміз. Яғни қыздар, әр елдің ана тілі болмаса не болмайды? Ұлты болмайды. Тамаша. Ендеше ана тілін дамыту, қорғау дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Ана тілімізді қорғау, дамыту дегеніміз ол менің ойымша, мысалы, ана тіл деп отқанымыздың өзі, ол әрбір адамға, жеке тұлғаға анасымен сүтімен дарып отырған тіл. Мысалы, біздің тіліміз анамыздың сүтімен дарыған, ол ана тіліміз қазақ тілі. Ол қазақ тілімізді қорғау дегеніміз, яғни ол ең бірінші қазақ тілінде сөйлеу. Біз болашақ педагог ретінде, бастауыш сыныптардың мұғалімі ретінде сол ана тілімізді, қазақ тілін өзіміздің алдымызда отырған шәкірттерімізге үйрететін болсақ, ол да бір біздің ана тіліміздің өсіп өркендеуіне, дамуына қосқан үлесіміз болар еді деп ойлаймын. Өзіңді өзің тану, бұл тұла бойыңдағы тұлғалық қасиеттермен қатар, өз ұлтыңның рухани қазынасына терең бойлау, ата-бабаңның мұра еткен салт дәстүрі мен туған тілінің құндылығын тану. Міне бүгінгі сабақта осы ана тілі тақырыбы аясында өрбіді.
ресейлік шығыс зерттеушісі Разлов қазақтың тілі жатық та шешен, әрі өткір, көбіне іліп қағып сұрақ жауап беруге келгенде таң қаларлықтай оралым сөйлейді деген ой пікір айтқан екен. Ендеше қыздар, сабақ барысында біз қазақ тілін дамытайық, жайды айттық, елім деп, тілім деп еміреніп, мұның мұңдаған тілдің жанашырларын айтып өттік. Яғни қазақ тілінің жырын жырлаған, мұның мұңдаған ақындардан кімді айта аламыз, жазушылар? Қазақ тілі Абай Құнанбаев, Қадыр Мырзалиев, ендеше қыздар, осы тарих қойнауына бір сапар шегіп көрейік бәріміз. Кәні? Шығармашылық жұмыс өзін-өзі тану сабағының маңызды бөлігі. Сурет салу, макет, коллаж жасау, өлең шығару, өсиет әңгіме, ән шығару түрінде әртүрлі нысанда өз бетінше және ұжымдық әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. Бұл тәсіл шығармашылық әлеуетті ашуға, символдар, бейнелер мен әрекеттер арқылы өзіндік менін білдіре алуға көмектеседі. Бірлескен шығармашылық әрекет шәкірттің ынтымақтастық, шыдамдылық, ұқыптылық сияқты адами қасиеттердің маңыздылығын ұғынуға, өзінің пікірін айту мен басқалардың пікірін құрметтей білуге шақырады. Яғни қыздар, әрқайсымызда ғұламалардың ұлы ойлары мен пікірлері берілгендігіне, әрқайсымыз енді осы ғұламаның атынан сөйлейміз. Мысалы, мен Абай. Не деген екен тіл жайында? Ғабит Мүсірепов. Ана тілінен айырылған адам өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен құр алақан қалады. Қадыр Мырзалиев. Ана тілің арың бұл, ұятың болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін бұл, өз тіліңді құрметті. Абай атамыз айтқандай, тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Ақыл тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Біздің қазағымыздың ұлы ақыны Әбілда Тәжібаев айтқандай, туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сөз ойдағы. Өшсе тілім, мен де бірге өсемін, өшсе тілім, мен де бірге өшемін. Тілдің тіршіліктегі мәніне қазақ ежелден көңіл бөлген. Сондықтан да өнер алды қызыл тіл деп Сәбит Мұқанов ағамыз айтқан екен. Сәбит Мұқанов ағамыздың ойына мен толықтай қосылар едім. Өйткені адамның атын асқақтататын да, атын өшіретін де бұл тілі. Өнер алды қызыл тіл. Яғни сенің тіліңмен сен халыққа өнерлі бола аласың деген. Халқымыздың даңқты батыры Бауыржан Момышұлының бір дана сөзінен үзінді айтып кетсем. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бұл бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Маған өзімнің сүйікті ақыным Мұқағали Мақатаевтың өлеңінен келіпті. Ал екінші бақытым тілім менің. Жас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Маған Міржақып Дулатов атамыздан мен заманында қандай едім, мен ақын, шешен, тілмар бабаларының бұлбұлдай сайраған тіледім, мөлдір судай таза едім, жарға соққан толқындай екпіндедім, мен дар кескендей өткір едім деп айтқан сөз. Бүгінгі сабақта студент жастар тілдің ең асыл қасиеттерін айшықтайтын ғұламалардың пікірімен танысты, әрі осы ғұламалардың сөздеріне байланысты өз ойларын да ортаға салды. Ендеше қыздар, ойымызды түйіндеп, саралап, жаңағы өзімізге қай ғұламаның сөзі тиді, сол ғұламаның атынан сөйлейміз. Кәні, мысалы, Абай ойлайды. Абай қалай айтатын еді? Яғни сөздің мағынасы. Кәні, бастаймыз. Мөлдір, сізден бастап көрейік. Мен Біріншісін ғана Гегель мен Гегель болып тұрып былай сөйлер едім. Білімділіктің ең басты факторы тіл мен оны білуден басталады. Гегельдің айтқан сөзін мен Әбілда Тәжібаев ақын ретінде білімділіктің ең бастысы ұлтжандылық пен оны жүректе мәңгі сақтаудан басталады деген. Тамаша, тағы қандай ой бар? Мен Гегельдің сөзін Абай ретінде айтар едім. Білімділіктің ең басты факторы ол тіл мен оны қадірлеуден басталады. Мұхтар Әуезов ақынымыздың бұл сөзін мен Бауыржан Момышұлы ретінде бұл дәуірде ана тілін, баба тілін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деп айтар едім. Бұл Мұқағали Мақатаев. Бұл өмірде өз тілін, өз мәдениетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес. Ендеше қыздар, бүгін біздің сабағымызға тамаша тақырып түрткі болды, яғни ана тілі, жүрегімен. Сабақ барысында көптеген тарихтың қойнауынан бүгінге дейін, ертеңіне дейін бір шолу жасап өткен сияқтымыз.
яғни сіздерге көптен көп алғыс білдіре отырып, әнімізді бастаймыз. Өмірге келдім, анамды көрдім, деді ол жаным, арайлы таңым, самал боп желпіп, жырымен ертіп, үйретті тынбай, балдырын әнін. Анамның тілі, айбыным менің, анамның тілі, ай күнім менің, сүйемін байтақ, елімді туған, сүйемін мәңгі, өмірді думан. Ұлттың жаны мемлекеттің айнасы ана тілі. Сондай-ақ қай елде, қай ұлтта болсын, ең қастерлі, ең қасиетті ұғымда тіл. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.